Ол күнге 20 жылдан асып кетті. 25 жылда боп қалған шығар. Ол күнде айдабол, күлік, ақбура, тұлпар, қозған, қақсал, шідерті бойын жайлайды. Өлеңті мен шідерті қатар аққан өзен. Өребасы есіл, Нұрадан келеме кім білсін, өлеңті Ақкөлге, шідерті Жайылмаға барып сарқады. Онда шідертінің суы мол кезі. Жалғыз-ақ Шиқылдақ ауылы болмаса, о кезде шідерті бойын қыстаған елде жоқ. Сәуірдің алашабыр бұлты арылмай-ақ Баянауыл Қызылтаудағы қалың сүйіндік атандарын алқынтып, бұйдасын көш құлаш созып, Бөкенбай Арқалық, Жаманадыр, Желдадырдан асып, шідертіге қарай ағыл-тегіл құлай бастайды. Жонның қарсуымен шығып, желкілдеп тұнып тұрған бидайық шалғын жеймін деп, жанталасып күліктен алдымен Ноқаң ауылы көшеді. Ноқаң малсақ кісі еді ғой. Ноқаң түннен көшеді, үдере көшеді. Қатын баланың жақ жүнін үрпете, көзін іріңдете, егін дірілдете, көлікті зорықтыра, арықты өлтіре көшеді. Қызылтаудан 15 көшкенде шідертіге түседі. Ноқаң ауылы өзге ел барғанша, жонның соны шалғынына қардай шегіп, аш қасқырмен арпалысып, малының түгін тартса, майы шығады. Ноқаң кеткен соң Ордабай ауылда қопаңдайды. Өлер тірілеріне қарамай, оларды айдайды. Айдағанмен Ноқаң бір сағым жеткізбейді. Ордабайдың қыз-келіншектері бәт құндыз бөріктерінің үкісі желкілдеп, жорға мен жүйрік мініп, алдыңғы көшке сыдыртып өте шыққан керегі, уық, құрымын теңдеген алашолақ, тарғын шолақ сиырының соңында күзеген көк байталмен қалықтап келе жатқан Күнекейдің зығыры қайнайды. Тақымды бір қысып, қамшыны бір басып шаба жөнелгісі келеді де, талабы тас болады. Күнекей азуын шайнайды. Осынша топтан бір жібі түзу мал табылмады ма? Мінбеймін шолақ байталға деп, Күнекей о баста-ақ азап салған. Бірақ шешесі, қарағым-ау, сүйгеніңді мінетін өз жылқың ба, тигенімен жүре бер, Құдай жеткізер деп бастырмаған. Шынымен дейсіз бе? Жоға, оны сән шейін ғой. Күнекей бедеу мініп қылаң ұрса, төбесі көкке жетпес педі. Күнекей тұрсын, астындағы құлағы қалтиған, қарны қорылдаған шұбырға өз көңілде бейжай. Шекер Құдай жеткізер десе де, жеткізбесін іші сезеді. Бір көшті, екі көшті, үш көшті. Кәне жеткізгені? Жалаң бұ жолы ма? Жеткізбегелі қашан. Күнде көзін қызықтырып, байғыздарының сәнденіп, құтырынып жүрген анау. Бұл ой Шекердің басын жегідей жеді. Шекер шара іздеді. Оны ойлады, мұны ойлады. Байдан да, Құдайдан да жәрекім алда болмасына көзі жетті. Шекердің қабағы ерні аттай тулап келе жатқанда, бай балалары көп жылқыны күндей күркіретіп, қиқулап айдап, сиырды басып кете жаздап үстінен өтті. Астындағы жаман неме де бір бүйірі қызып. «Еху!» деп үйірсек тұлпарымсып, шіңкілдеп, басы мен құйрығын көтерейін деп еді. Шекер, кетей өлімтік деп, езуін жұлқып, шолақ сабауымен желкеден бір қойды. Жылқы лек-легімен өтіп жатыр. Уай, дүние шіркін-ай! Анау қарат, торы ат, құла бие, жирен бие, әне бір құла биелерге Шекер де Күнекей де мінер меді. Қаздия қайқая отырып, тақымды жапсырып, өкшені қадап тастап, көк көйлектің етегін, ақ шаршының ұшын желеңдетіп, елпілдетіп, елеңдетіп желер меді. Анау боқмұрын шоқандардың астындағы ақселеуді Күнекейдің астына берер меді. Шекер кедейлікті, қорлықты, қойшыны бір күн, бір сағат ішінде талақ қылмас педі. Бірақ оған қолы қалай жетеді? Кім жеткізеді? Құдай ма, бай ма? Жоқ. Өзі жетуі керек. Көп жылқыны еріккен балаларға айдатып, өзі Түгелбай адырына мана жосып кеткен қысырақты қайырып, тымақтың желкесін мықырайта киіп, құрығын сүйретіп жылқышы Домбай келе жатыр екен. Деңгейіне таянғанда Шекердің көзі от боп жайнап, шобырын Борбайға бір көміп, сиырдан оқшаулана беріп: «Ей, Домбай, қайырылшы!» деп қамшысын шошайтты. Домбай байдың көп жылқысын өз маңдайына біткендей буланып жүретін есерлеу жігіт еді. Өйткені көшкенде көршілерге ептеп өз таңдауымен де ұстап беруші еді. Анда-санда байдың бәйбішенің көзі түсіп, пәленшеге ол атты неге бердің дегенде: «Содан қолайлы аттың реті болмады. Таң асырып жіберейін деп ем, жылқы өріп кетіп, өзге аттың жөні келмей қап еді», деп жоқтан өзгені сылтау қылып жұбата беруші еді.
Осы домбай ана жылы бір түні Шекерге қол салғанда, Шекердің онда іріленіп жүрген кезі ме, өзге себеп болды ма, кім білсін, әйтеуір меселік айтып еді. Содан бері домбай түйеші Жаманайдың жаман тәукішін талшық қып Шекерден күдер үзіп кетіп еді. Енді көк көйлегі көлеңдеген байбатшалармен айналыс қылатын Шекер медресін қылған соң не жаны тұрсын. Қысырақшы фшт деп бір ыршытып жіберіп айғырын шаужайлай берді. Шеке, жақсы ма? Жақсы емей, жаман деймісің? Атың келісіпті ғой. Ой, құдай атқыр. Осынша жылқыдан бір тәуір мал қолыңа түспеді ме? Дегеннен ақ Шекер мойнын былғаң еткізіп көзін төңкеріп жіберді. Іш білді, мұрт күлді. Шекер бірталай сөйлесіп жымиып қайтты. Немене апа дегенде? Саған бір жақсы ат бер деп тапсырдым. Ертең жүгенді өзің апар деді. Бұрын атты Жұматай таза келетін. Ертеңгі көшке Күнікей құйрық жалы Шәмшидің шашындай төгілген жарау тобылғы торы биен алып келді. Көкбайталдың жанында дүлдүл тәрізді. Шекер бұрында айтқан ғой, жаман шомыттарын сиырларына артып, өзі жөнеліп бара жатып Күнікейге тағыды. Бар ана Шәмшилердің қасында бол, елеңдеген мал көрінеді, жығылып қалма деді. Күнікей қызылжан белбеуін қыпшасын қылдай ғып буынып, қызыл тақиясының үкісін дөңгелете сілкіп, желпілдетіп, кебісін тазалап киіп, атын жетелеп, байдың жұртына барды. Байдікі оншақты түйеге жүгін артып болған екен. Тұрғызған түйелерді салды балақ мал шығатын жетелеп тіркеп, алдыңғы түйені тауып кеншіктей қара сирақ қырықбайына ұстатып қойған екен. Жаулығы қоқырайған қара бәйбіше көптей боп жұртта шалқиып тұрып, кейбір жүк ауған түйелерді көріп, Дүйсенбай, сен қайда жүрсің? Анауған түйені бұрамай деп шаңқ-шаңқ етеді. Дүйсенбай маңдай терін шапанның етегімен бір сүртіп далақтап жүгіріп барады. Сен неғып тұрсың? Бозбала жігіт боп сіресіп. Қымыз ішкенде сондайсың. Қолыңа жоғып кете ме? Бар ана түйені бас арқанды тарт, артты ертте. Деп қара бәйбіше көрші жігіттердің онысын оған, мұнысын бұған жұмсап, бұйырығып тұр. Жігіттерде үн-түн жоқ, жүгіріп қауқаңдап, мықшыңдап бұйрығын орындап жүр. Мына қыз да сәнденіп шығыпты ғой. Мынау атты бұған кім берген? Деп Күнікейге де көз түсіп кетті. Күнікей қыпылдап сазарып түк айта алмай қалды. Апа, не қыласың? Біздің қасымызда жүрейін деген ғой, деп Шәмши ара түспесе, Күнікей торы биеге қош айтысатын еді. Шәмшиге нөкер керек қой. Күнікей атын көп атқа маттастырып, жұртта таранып, сыланып жатқан Шәмши шәлкендердің жанына келді. Шәмшиден жылы сөз естігенге ме кім білсін, жердегі белбеуін сәлсін әперіп, шолпысын сыртына шығарып, жылпылдаған болды. Қарны кебежедей бір можа биеге мал шығатын мінем деп үзеңгіге аяғы жетпей мықшыңдап жатыр еді. Ана жаман күнді атқа салып жіберші, деп қара бәйбіше Сәрсенбайға жұмсады. Сәрсенбай, өлімтік-ай деп, малшы қатынды мықынынан бір түйіп, ашасынан алып аттың үстіне бір қойды. Тоқта қағынды, атымды алайын дегенге қаратқан жоқ. Малшы қатын ыржиған болып, критон көйлегін жуырда астына баса алмай, ердің үстінде бүкшеңдеп қобылдай берді. Атшу деп, бәйбіше көшін жөнелтіп, бір қатынға құман ұстатып түзге жөнелді. Бәйбіше келгенше нөкерлер қара пәуескеге паратты жегіп, дайындап тұр еді. Даяршы қатын мен екі кішкене немересін қасына алып, бәйбіше пәуескеге мінгенде, Күнікей тажалдан құтылғандай демін бір алды. Оған дейін ауылдың қыз-келіншектері де көштерін мына жөнелтіп, түзеліп киініп, аттарын жетелеп, байдың жұртына бір-бірлеп жинала бастап еді. Ат ерттеген, ат ұстаған жігіттер байдың қыз-келіншектерін аттандырып, етегін жөндеп, шылбырын аттың мойнына байлап, сарыбас қамшыларын әперіп, баптап жөнелтті. Күнікей сияқты көршінің қыздары атына өздері мінді. Күнікейдің көзі Шәмшиде, үлбіреген ақмәре көйлегі аяғын қалай жапқанын, етегін қалай жинағанын, үзеңгіге аяғын қай жерінен салғанына шейін байқап, өзі де сондай болғысы келді. Бұда үзеңгісін табанның орта кезенінен салды, шапанның етеген Шәмшиге тақымына қыстырды. Бірақ өзгесіне келтірсе де көйлегін кебісінің тұмсығына жеткізе алмады. Қалай созғыласа да болмады, әнтек қысқалау екен.
Қыз-келіншектер жұрттан былай шығып қатар түзеген соң Шәмшидің боз жорғасынан қалмасқа бәрде желді. Күнікейдің бесі желісті екен. Жайнаңдап, резеңкедей созылып, ағызбақтай сумаңдап барады. Алдына шығып кетсем, байдың қыздары қызығып ендігі жолы алып қоя ма деп, Күнікей атының басын тежей берді. Қашағанға жарысқа көп салынып, желікпе боп қалған жануар екен. Қызып ала жөнелді. Шәмши боз жорғасын тайпалтып, ерден көтеріңкіреп, қамшыны бір басып еді, көбінің аты шоқырақтап шауып кетті. Сөйтіп келе жатқанда артта қалып, насыбайын атып алған жігіттер қуып жетіп, «Ал жарыстық!» деп айғайлап өте шықты. Бұлар да жіберді аттың басын. Ала сәуледе жасыл шөпті жапырып, көкпек желді естіріп, көкіректі керіп, тым-тырағай айдап келеді. Шу дегенде боз жорға шықты алдына. Оған тете Күнікей келеді құйғытып, шапқан сайын ызғып барады. Шәмшиден озбайын деп атының басын тарта береді. Бірақ қолын сірестіріп, жұлып әкетіп барады. Әлі келгенше тартып бақты. Шәмши ұзап алып, артына жалт-жұлт қарап, масаттанып қояды. Артқылар таянып қапты. Өзгесін қойшы. Тыржықайдың шөп желке қарағызы да жетіп қапты. Саған озғанша деп Күнікей аттың басын жіберді. Жіберіп еді, биесі ағып кетті. Ағыны мұндай қатты болар ма? Өкпек жел дауыл боп көзінен жасы ыршып-ыршып кетті. Жығылып қалар мекем деп ойлады. Бірақ тақымы сүйсініп барады. Көштегі атты, арбалы, сиыр айдаған, түйе жетелеген жандар бір-біріне қосылып, үздіксіз тізбек боп құйындап, зымырап артта қалып барады. Күнікей кетті, бәрінде артына доптай лақтырып өтті. Көкбайтал да, шолақ сиыр да, Тас-Жұматай да, қойшы Құлтума да естен шықты. Жалынды жаңа, жат дүниеге кіргендей, тамыр біткені, жүрегі оттай заулап, көтеріңкі асқақ сезім кернеп, анау көгерген аспанмен ағып келе жатқандай болды. Сиыр айдап келе жатқан апасы қызының қарсы алдында үкідей ұшып бара жатқанын көргенде, «Ойбай-ау, жығыласың ғой, тарт басын, тарт!» деп безектеп, шырылдап тебініп ұмтылып еді. Күнікей, «Жығылатын кісің мендей бола ма?» дегендей қамшыны бір сермеп құйғыта берді. Көштің алдына таман шығып, бұдырдан асып, алдынан арқалықтың көлденең жотасы көрінгенде, Күнікей артына бір қараса, Шәмши қапты далада. Манағыдай емес, енді Шәмшиден қорыққан жоқ. Бойына бір ерлік, өжеттік пайда болған сияқты. Қашанғы қорғалай берішкенше бір ұрып алайын деп ойлады. Астындағы безеуден бөлсе айырғысы келмейді. Әлден уақытта қызының ойқастап барып тоқтағанын көргенде шекер бір тамсанды да жымиды. «Қарағым, астына ат түспей, қор боп жүр екен ғой, не болса о болсын, бәрінен де озды, тілеуің берсін Домбай» деп тақымын бір қысып қойды.